Суретті сақтау. Photoshop CS4 бағдарламасында суретті сақтау жолын қарастырайық. Әрдайым барлық бағдарламадағыдай, суретті сақтау үшін файл мәзірінде «Сохранить» сақтау командасын немесе Ctrl+S пернесін пайдаланыңыз. Суретті басқа атпен, басқа орынға сақтау үшін «Сохранить как» командасын немесе Shift-Ctrl+S пернесін пайдаланыңыз. «Сохранить как» қалай сақтау командасын таңдағанда стандартты сақтау терезесі ашылады. Мұнда сақтау орнын таңдап, файлдың атын енгізіп, форматын өзгертуіңізге де болады. Суретті сақтау барысында оңтайлылық мүмкіндігін қарастыратын болсақ, яғни вебке арнап сақтау барысында, онда «Сохранить для веб и устройств» веб және құрылғыларға арнап сақтау командасын пайдаланыңыз. Ашылған терезеде Photoshop бағдарламасының алдыңғы нұсқаларымен салыстырсақ, ешқандай өзгеріс жоқ. Интернетте суреттің байтпен өлшегендегі салмағы неғұрлым аз болса, ол сурет соған байланысты жылдам ашылады. Веб және құрылғыларға арнап сақтау командасының көмегімен суреттің көлемін едәуір азайтуға болады. Бірақ суреттің сапасы нашарлауы мүмкін. Сақтаудың бұл нұсқасы суретті тек компьютерде ашып көруге ғана арналған. Яғни, баспаға жіберілетін суретті бұл жолмен сақтауға болмайды. Device Central батырмасын айтатын болсақ, бұл батырманы бассақ, Device Central бағдарламасы ашылады. Оның көмегімен мобильді құрылғыларға арналған суреттерді тестіден өткізуге болады.